Мектеп оқушысының галстугын тігейік. Ең алдымен осы өлшемде кесіп аламыз. Оны екі бүктеп, дәл осылай тігіп шығамыз. Алдыда мен сіздермен тігіннің қыр-сырымен әлі де бөлісетін боламын. Парақшама тіркеліп алыңыздар. Осылай тігіп болған соң, іші сыртына айналдырамыз. Бұрыштарын әрдайым кесіп алып тастаймыз, қалың болып кетпес үшін. Машинкамен бірге өзімен ұзын отвертка жүреді. Сол өте ыңғайлы, сонымен іші сыртына айналдырып аламыз. Дәл видеодағыдай, міне осылай бүктеп алыңыздар. Тігістерін бір-біріне сәйкестендіріп бүктеп аласыздар да жақсылап үтіктейміз. Дайын галстугымыз 40 см болды. Біз жоғары жағынан 8-9 см кесіп алдық. Енді сол кесіп алған бұрышын осындай бір конструкция жасап аламыз. Міне дәл видеодағыдай. Оны жаңағы ұзын галстугымыздың жоғары жағына қойып тігеміз. Тігіп болған соң, тігістің жоғары жағына 5 мм қалдырып, жоғары жағын қиып алып тастаймыз. Міне конструкциямыз дайын болды. Енді галстуктың ана басын сол тесіктен өткіземіз. Баланың мойнына мен 40 см резинка аламын. Міндетті түрде ақ аламын, рубашка ақ болғандықтан. Осылай байлап, түйіндеп, жаңағы галстуктың арасын салып кетемін. Ұзарту керек болса, қысқарту керек болса, сол жеріне шығарып аласыздар. Галстугымыз дайын болды. Парақшама тіркеліп алыңыздар. Лайк басып, қолдап жүргендеріңізге рахмет. Салфетка тігу әдісімен бөлісейін. Дак матасынан 40-40 етіп кесіп алдық. Оны дәл осылай 4 бұрышында осылай бүктеп аламыз. Шетін 2 см-ден қайтаратын болғандықтан 6 және 4 см-ді белгілейміз. Дәл осы 4-6 см-мізді перпендикулярны сызық түсіріп аламыз. 2 см жерімізді белгілеп, төмен қарай сызық түсіреміз. Дәл осылай 4 бұрышында сызып аламыз да тігіп шығамыз. Тігіп болғаннан кейін жіптерінен тазалап, ұшын қиып алып тастаймыз. Айналдырған кезде тігісіміз қалың болып кетпес үшін. Салфеткамыздың шеті 2 см-ден болғандықтан айналдыра 2 см жерлерді ручкамен белгілеп алсаңыздар, оң бетіндегі тігістеріңіз түп-түзу түседі. Тігісті әрқашан шетінен бастаймыз, бұрышынан емес. Осылай шетінен бастаймыз, бұрышына келген кезде астына қарай қайтаратын жерлерін жақсылап осылай қайтарып, ақырын өтеміз. Сол кезде оң бетінде тігістеріңіз тап-таза болады. Кейбір салфеткаларды контрастны жіппен тігіп атамыз. Сол үшін, әп-әдемі түсу үшін. Міне салфеткамыз дайын болды. Дәл осы әдіспен скатерть, ранер, перде тігіп алсаңыздар да болады.